Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгінгі видеомда сіздерге топ 5 плетистый розаларды айтқым келіп тұр. Ең бірінші менің өзімнің ауламдағы басқа өзімде жоқ нәрселердің жаңа розалардың кейбіріне ғана не айта аламын, өсіруге болатындығын. Өйткені бұрын олар менде болған. Өзімнің қателіктерімнен өлтіріп алдым да ол розаларды. Ең бірінші айтарым ол Флорентина. Мен сіздерге жаз бойы өзімнің видеоларымда осы Флорентинаның гүлдеу барыстарын көрсеттім. Бірінші гүлдеу өте күшті болады, яғни ешбір жапырағы көрінбестей қылып гүлдейді бұл роза. Жалпы екінші гүлдеуі де жақсы. Бұның ең бірінші жақсы қасиеттерін айта кетейін. Бұл роза ешқандай көбіне ауырмайды. Одан кейін бұл розаны ешқандай жәндіктер жемейді. Клештің өзі түсуі мүмкін. Биыл мысалы клеш көп болды. Мысалға содан қалып қойған бір жапырақтар шығар. Дегенмен ондай қатты жей алмайды бұны. Бронзовка, аленка деген сияқтылар. Мына аскотты жаман жейді мыналар. Бірақ Флорентинаға қонса да білмеймін жемейді неге екенін. Одан кейін қыстауы жақсы. Мысалы бізде Батыс Қазақстан, Ақтөбе облысы, Шұбарқұдық деген ауылда тұрамыз. Бұл роза бізде өте жақсы қыстап шығады. Жабамыз міндетті түрде. Және өсу қарқынында өте жақсы. Бұл розаны аулаңызға егетін болсаңыз, үлкен орын қалдырыңыз. 3 метрге дейін, енінің өзі 3 метрге дейін жайылып кетеді. Биіктігі менде енді әзірше ондай қатты биік болған жоқ. Қазірдің өзіне міне 1,70 метр бар. Жалпы оңтүстік өңірлер болса одан да биік болады. Болмаса сіздің жеріңізге отырғызған топырағыңызға қарай ол биіктеуі мүмкін. Минустарына келсек, бір ғана минусы бар. Бұл розаны күнге қарама-қарсы отырғызыңыздар. Мысалға мен білмей қалыппын да. Мысалы менің аулам мына жақтан ашылады. Маған обзор мына жақтан керек. Бірақ бұл роза күнге қарайды. Мына күн жағында міне үйіміздің почти арты, мына жақта көршінің ауласы. Осы жаққа қарай көп гүлдер осы жақта тұрады. Міне. Дәл қазір екінші волна дейді ғой, сол гүлдеп жатыр. Екінші қайтара гүлдеу. Әлде де гүлдейді, гүлдері бар. Мыналардың өзі гүлдеу керек. Көбіне қысқа бутондармен аша алмай кетеді бұл деген. Күн салқындағанша. Одан кейінгі, енді ол минусқа жата ма жатпай ма, бұл жайрақ гүлдейді басқа розаларға қарағанда. Бірақ сол арқылы ерте гүлдейтін розалардың орнын ауыстырып отырады. Осы бір жайтты ғана ескерерсіздер, бұны күншуаққа отырғызу дұрыс. Розалар ондай қатты үлкен емес. Қанша сантиметр? 5, 6, 7 сантиметр. Қатты күн ыстық болса, енді не істейді? Осылай қарайып, тез күйетін кездері болады. Қатты ыстықта. Жалпы розаларын бір талай ұстайды. Бір розасын өзін 10 күннен астам ұстайды. Қатты күн ыстық болса, күйіп кетеді айналасы, бірақ сол күйі ұстап тұра береді. Айтарым осы. Жалпы бұл роза Кардестің розасы. Кардес фирмасының розаларын жапырақтан удобрение бар ғой, соны себуге болмайды. Бірақ мен әлі күнге дейін
жапырақтан удобрение беріп көрген жоқпын. Розаларыма көбіне тамырдан салам, астына, яғни түбіне қоям. Егер жапырағына берген жағдайда бұл роза жаңағыдай ауырып қалады дейді. Бірақ мен әлі күнге дейін істеп көрген жоқпын. Ол жағын айта алмаймын. Жалпы осы. Одан кейінгі келесі роза менде екінші жыл цикламен перде рансар. Өсу қарқыны өте жақсы. Мынау міне екінші жыл дегенде метрге дейін, әзірше метрге дейін ғана бұтағын берді. Бірінші гүлдеуі өте жақсы болды, және гүлін тіпті мына флорентидадан да өте ұзақ ұстайды екен. Ашық түсті болса да бір айға жуықтай гүлдерін ұстады. Екінші гүлдеуі де болды. Мен қиып тастадым. Мынау соңғы гүлдерінің нелері қалды міне. Екінші гүлдеуі де ондай қатты көп болған жоқ, бірақ болды. Және күн ыстық болды ол кезде. Соның өзінде гүлін өте жақсы ұстады. Өсу барысы енді ондай қатты қарқынды емес. Перде рансарға қарағанда жайлау. Бірақ өте жақсы қыстап шықты, ауырған жоқ. Бұл розада тек міне хлороздады. Мен хлороздан және құйдым. Тағы да құю керек сияқты. Жаңағыдай жапырақтары өте жақсы. Паутина клеште қана бір төменгі жақтарын ғана алды бұның. Ал міне мынау салған солар шығар. Қатты бір жеген жоқ бұны. Осы розаны топ 5-тік өзімнің ауламдағы розаларға жатқызар едім. Одан кейінгі роза, енді менде бұрында болды бұл роза. Өте әдемі жапырақтары жылтырап тұратын розалардың бірі ол Инессастер деген. Міне менде бұрын болған кезде кәдімгі шапкамен өзінің потенциалын бірінші жылдан бастап көрсетеді. Менде мынау екінші жыл, дәл қазір мына сабағы 2 метрге дейін жетті ғой деймін. Ең ұзын сабағы. Гүлдеу өте жақсы, жаздай гүлдеді. Рахмет бұл розама. Әлі де міне жаңа приростары гүлдеп жатыр. Алдынан бері гүлдеп жатыр. Өте жақсы өсіп гүлдеп жатыр бұл розам. Және бұл да андай паутина клеш сияқтыларды көп ала бермейді. Шамалап бір алды төменгі жақтарын. Дегенмен ешқандай үстіңгі жағынан барлығын бір жауып кеткен жоқ. Қанша паутина клеш көп болса да ала алмады. Және бұл розаны жапырағынан, ешбір розамның жапырағынан удобрение құймаймын. Тек қана подкорень дейді ғой, астына ғана құям. Өте жақсы не қылады подкормкілерге. Осы гүлін ондай қатты көп ұстамайды енді. Бір 10 шақты күндей мүмкін қатты ыстық кезде. Салқын кезде де розалардың барлығы да өте ұзақ ұстайды негізі. Бір 10 шақты күндей ұстайды ғой деймін. Күймейді розалар қатты. Жамбырға өте жақсы. Жаңа атап өткен оның алдындағы 2 розамда жамбырға күнге енді гүлдерін жақсы ұстайды. Одан кейінгі 4-ші роза ол мендегі плетистый роза. Мынау көтерем деп әлі жүрмін, көтермедім міне. Иісі де бар әдемі. Роза Цвайбрюкен. Роза Гарден Цвайбрюкен. Осының атауы өте қиындау. Тілім бұратылып ұмытып қалам. Роза Гарден Цвайбрюкен деген. Міне. Өсіп те үлгереді, және гүлдеп те үлгереді. Жаздай гүлдеп тұрды бұл роза. Бұл розаның бір жақсы қасиеті өсіп жатады және гүлдеп жатады. Мысалы, кейбір розалар
өсіп жатқан кезде гүлдеуін тоқтататын болса, бұл ондай емес. Және қыстауы да жақсы. Мүмкін мына жермен де ық болғасын ба, жаңа розаларым жақсы қыстады. Бір бұтағы қараймай, үспей не істеді, қыстап шықты. Енді келесі қыстан кейін көретін боламыз нәтижесін. Оны да көре жатамыз. Бұйырса, міне осылай. Қатты ыстық кезде розаларын қатты ұстамайды. Ерте гүлдеп, мына жерлер не істеп кетеді, күйіп кетеді. Гүлі қанық түсті, әдемі. Мыналардың бәрін негізі байлау керек. Осылай. Бұл розаның да барлық түбін тазартып, көне былтырғы бұтақтарын бәрін кесіп тастағанмын. Бірақ олай істеу әзір ерте, өйткені әбден күн салқындаған істеген дұрыс. Бұл розаны тек қана паутины клешенді алады. Паутины клешке қарсы улау керек бұл розаны. Ал жалпы жапырақтары еш ауырған емес осы. Былтыр да, биыл да. Ешқандай черная пятнистость, мучнистая роса, тағы бірдеме деген розалардың неше түрлі аурулары бар. Бірақ осы аталған розалардың ешқайсысы ондай аурулармен ауырған емес. Одан кейінгі розам плетистый роза деп айтады. Бірақ кейбір жерде, мысалы, шырап, менде ондай қатты биік емес. Бірақ Ресей өңірлерінің көбінде бұл роза кәдімгі плетистый болып өседі. Джон Дэвисті алар едім, канадалық плетистый роза. Бұл розаның жақсы қасиеті ол қыстауы. Және бұның андай несі жоқ, шипы дейді ғой. Қатты ондай төменгі жағында бірең саран болмаса, міне инессастырда сондай, айта кетпеппін сол жерін. Бұның да сондай жақсы қасиеті, тікенегі жоқ. Жұмыс жасауға оңайда бұндай розалармен. Сосын күзде өзінің жапырағы сарғайып, өзі төгіліп қалады. Талдар сияқты. Мысалға басқа розалар олай төгілмейді. Осы роза, жалпы канадалық розалар төгіліп қалады. Сосын екінші, одан кейінгі несі ауыра бермейді ешқандай немен, аурулармен. Черный пятнистость, жаңағыда айтып өткен розалардың неше түрлі инфекциялық басқа да аурулары бар ғой, бірақ ешбір ондай аурулармен әлі дейін ауырған жоқ, ауырмай-ақ та қойсын. Паутины клешке келсек, паутины клешені бір төменгі жақтарын мүмкін шамалап алған болмаса, жалпы тимейді. Гүлдеріне келсек, гүлдері қарапайым. Қарапайым болса да, күннің ыстығына қарамастан гүлін жақсы ұстайды. Жаңбырға да жақсы. Мысалы, кейбір розалар жаңбырға қарайып ақ кетіп жатады, ондай емес, гүлі өте жақсы ұстайды. Енді әрбір розаны күтіп, жаңағыдай уақытында подкормкасын берсе, әрбір роза өзінің әдемілігін, потенциалын көрсететін болады. Осы розаларды айтар едім. Жалпы қыстауы да, өсу қарқынында өте жақсы. Бұл роза да өте жалпақ болып өседі. Егер егетін болсаңыздар, бұған да көп орын қалдырған дұрыс. Міне дәл осы мына жерде жалпақ ол. Тек менде ғана шығар, мүмкін биіктік болмай тұр. Жалпы негізі биік болады бұл роза. Мен әдейі осылай аркеге деп жоспарлап еккенмін, бірақ биік тимей тұр. Осы розаларды айтар едім. Жалпы басқа да розаларым бар,
бірақ оларға әзірше ешқандай мінездеме бере алмаймын. Мүмкін топ 5-ке мына Apple Blossom'ды да қосар едім, бірақ әзірше бұл кішкентай, сондықтан мұндай қатты мінездеме бере алмаймын. Өсу қарқыны және бойы кішкентайлауда, сол себепті ештеме айта алмаймын. Осы розалар біздің салқын өңірлерге өте жақсы келетін розалар деп ойлаймын өз басым. Менде мысалға Pierre de Ransar бар, өте биік болып өсті биыл 2-ші жыл, бірақ тек қана бір рет гүлдеді, бірақ гүлі өте әдемі. Бірақ ол да бір минус деп есептеймін. Розаның қайта гүлдеуіне шықпауы, қанша әдемі болса да қайта гүлдегені дұрыс деп ойлаймын. Розалар өткені аула бос болып тұрады, егер розалар гүлдемесе. Алибаба, басқа да Лагуна деген розам болған, ол да өте жақсы. Егер өзімде болған болса, дәл қазір Лагунаны да осы ең жақсы розалардың бірі деп қосар едім. Әйткенмен оның да минусы бар, дегенмен өсу қарқын жағынан, гүлдеу жағынан өте жақсы ол роза. Айтарым осы. Сау саламатта болыңыздар.